Ал бірінші сөйлемді кім оқиды? Жазбаша орындалды. Бағдан оқиды. Кеше мен қағаздан ойыншық жасадым. Дұрыс, Ғазия екінші сөйлем. Мен осы ойыншық қылқылам мен боядым. Біржан үшінші сөйлем. Мен үлкен болсам, өнер, үйренісініп, шебер болып, жұмыс істейді. Жақсы, дұрыс. Яғни бастаймыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі тақырыбымызды болжайық. Тақтаға қандай қойдыңыз? Тақтада не көріп тұрмыз? Ал Милена айта ғой. Қолөнер. Жақсы. Бағдан. Қолөнер туралы, иә? Ал қолөнер туралы. Келесі? Туралы. Жақсы, жарайсыз. Яғни айтылды. Қолөнердің бірнеше түрі бар. Зергерлік бұйымдар, ағаштан жасалатын бұйымдар, ұлттық киімдер, теріден жасалатын бұйымдар, жүннен жасалатын заттарды, бұлардың бәрі қолөнер, яғни қолдан жасалады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздер қолөнер түрлерімен танысып боласыздар. Тыңдаған мәтіндегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну арқылы мазмұнын айтасыздар және сұрақтарға жауап беруді үйренеміз. Қарай қойыңдар балалар. Бүгінгі жаңа сөздеріміз алқа, сандық. Ал балалар, бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша жаңа сөздермен танысып боламыз. Жаңа сөздерді тыңдаймыз мұқият. Алқа, сандық, тоқу, бұйым, тері, түсір. Ал маған бір оқушы оқып береді. Тез. Таймерға оқып. Алқа, сандық, тоқу, Бүгінгі сабағымыз бойынша мәтінге назар аударамыз. Жаңа сөздермен танысып болайық. Бізге мәтінмен жұмыс, яғни үштік кездесу деп аталады мәтін әдісімен. Бірінші жұп оқиды, мәтінді, екінші жұп мәтінді айтады, үшінші жұп сұрақтарды дайындайды, төртінші жұп жауап береді. Бірінші жұп мәтінді айтады. Оқи қойыңдар. Бүгін туған күні Балнур қызыл моншақтардан алқа тоқыды. Балнурдың алқасы әдемі болды. Алқаны әнелге сыйлады. Әнел әдемі алқаны көрпе Қуанды, жақсы. Балнур қызыл моншақтардан алқа тоқыды. Балнурдың алқасы Күнің туған күнің. Әмелінің құдан Күн. Балнур не істеді? Балнур қызыл моншақтардан алқа тоқыды. Не сыйлайды? Алқаны әнелге сыйлайды. Ана не істейді? Әнел қуанды. Жақсы болды ма? Ал енді балалар, осы мәтін бойынша мен сіздерді бағалап өтейін. Яғни сұрақтарға мәтінді оқыдыңыздар, мәтінді айталдыңыздар, түсіндіңіздер, және сұрақтарды айтып, сұрақтарға жауап бердіңіздер. Жақсы балалар. Енді келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Ал жұмыстар. Қағаз таратып беремін. Яғни бұл топтық жұмыстар сөз қоржын ойыны арқылы жасалынады. Бұл жерде балалар кім не істеді сұрақтарға мына берілген сөздерді теріп жазамыз. Кім, қандай, не істеді? Бастаймыз балалар. Ибрагим оқи ғой. Ким, шебер, нағашы, ата, әже. Шебер деген сөз қандай сұраққа жауап бере ма? Шебер, кім? Жоқ, қандай? Ісмер, қолөнер. Жақсы. Келесі не істеді? Не істеді? Тоқиды.
сұрақтарға жауап жазуды білдік, иә? Жарайсыңдар балалар. Ашамыз. Дәптерімізді ашып, бүгін күнірек жазамыз. 31-ші қаңтар сыношымызды тақырыбымызды жазамыз. Әдеттегідей сөзді, әріпті жазамыз. Кішкене қолыңызды демалдырып, серілді сәтін орындайды. Сейчас, подожди. Келесі кезек рефлексия. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта не алдық, не үйрендік, соған қысқаша 5 саусақ әдісі арқылы өзімізді бағалап кетейік. Амира, бүгінгі ғой. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә, бүгінгі сабақ маған ұнады. Темірлан, бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә, мен сабақ ұнады. Жақсы, келесі, қажан оқиды. Не үйрендің? Түрлерін білдім, жақсы. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталуға жақын. Барлықтарыңызға рахмет, сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Қазір үй тапсырмасы 23-ші бет 5-ші тапсырма 3-ші деген өлеңді жаттау. Енді қазір сізге бағалап кетейін, сіздерді. Амира 9, Тамерлан 8, Ибрагим 8, Богдан 8, Арина 7, кім? Радмир 6, сабаққа дайындалуымыз керек. Вася 9, Біржан 9, Максим 6, Гүлім 7, Рауль 7, Мелена 7. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.